Күн қайырлы болсын, құрметті қазағым. Назарыңызда Жаңыл Шекербекұлы Рахматулла. Біз қазір Кентау қаласындамыз. Түркістан жанындағы Венеция Түркістанда салынды. Өз жерге тоқтай сал. Кентау одан қалыспайын деп өзіміздің Венецияны ашып жатыр. Мына Абай даңғылы. Мына жер өздеріңіз көріп тұрғандай. Арғы бетте де Мақажанов, Балабиев, сендерге рахмет. Мынандай өзімізде Түркістаннан қалдырмай Венеция жасап жатқандарыңа бір оқпен екі қоянды атып жатырмыз дейсіңдер ғой. Мына өзен. Мынау арық күні кеше салынған, қабылданған арық. Тех бақылаушы Кентауда атымен жоқ па әлде естімеген ба, мен таңым бар. Бір тәуліктеп жаңбыр жауып жатыр деп ойлап қалмаңыздар. Жаңбыр жаңа бір жарты сағат, бір сағат ары кетсе жауып өткені. Міне аспан қандай ашық. Ал бізде мынандай бір жаңбыр бүкіл қаланың бетбейнесін ашып тастады. Бетпердесін, маскасын дейді ғой. Бір тех бақылаушы тауып, осыны сапаны тексере алмаған адамдарсыңдар ғой сендер. Қазір қалаға ары қарай кетейік, көрейік қаланың ішіне жатқан. Кеттік. Мына Абай көшесіндеміз қазір. Уалиханов мына алдымызда 99 көрініп тұр ма? Жүзіп келе жатқаны. Мәнекей. 15 жүзіп келе жатыр. Қазір бізде жүземіз. Ар жақта арып бар ғой, Құдай сақта. Нан көрістейік дөңгелектен қандай. Жүзіп келе жатырмыз қазір. Бірақ жаңбыр. Балабиев пен Мақажанов өздерінің таныс тамырларын жұмысқа алып, осындай тех бақылаушыны жалдамай, көз қыста бармақ басты етіп, қаламызға осындай қызмет етуде. Өте үлкен рахмет сіздерге. Кентауда өзінің Венециясын, Кентаудың өзін қала бойынша Венеция етіп жергендеріңізге. Жақында аңшылық базарына барып, бір кеме сатып алмасам осыдан. Мына бір бауырымызға су көрді ма, өшіп қалыпты. Мына бай жүзе беруге болады. Ай, керемет, рахмет. Талғат, Дәурен, оларды қойған өмірзақ мырзалықтарыңыз осы ғой. Жерлестеріңізге осындай сый көрсетіп, осындай құрмет көрсетіп, осындай сапада қызмет етіп жатқан. Мына Момышұлы Яссауи көшесі. Вай, жай жүргіншілер. Ай, мәне су атқылап жатыр мына жерде, аялдамада. Құдай сақта. Мінеки, мына аялдама. Мына күндіз болса адамдар өз жерде сіздерге үлкен бата, алғыс, рахметін айтар еді. Айтып та жатыр, уайымдамаңыздар. Мінеки. Мына базардың алды Яссауи даңғылы, қаламыздың ең бетбейнесі. Мына Панфиловке бұрылыс. Ой, ох. Қандай сапа. Қайықта ма? Мына арықтар қойылды миллиондарға, миллиардтарға, бірақ мачталарға, аккумуляторларына су тиіп. Жүзіп келе жатырмыз қазір. Бір мотор керек артына. Қазір мына өшетін жағдайға, қосалыққа.
Мінекей. Мына өздеріңізге белгілі Сейфуллин Яссауи қиылысы. Ескілеу машинамен жүрсең, мына жерде тұрып қаласың, тоқ тиіп машинаңа. На, тоқта, арықты түсіреш. Опс. Мінекей. Мұнда арық жоқ қой дейтін болсаңыз, мінекей арық алдымызда көрініп тұр. Арнасынан тасып. Білмеймін, мынандай арықтан не пайда? Мына өзен, жаңа өзен шықты Кентаудан. Қаланың бәрі Венеция. Балабиев, Мақажанов, Шөкеев. Тағызым, алғыс сіздерге. Қонаққа келетін болсаңыздар, бірден кемелеріңізді алып келіңіздер өздеріңізбен. Міне арықтардың секосындай. Арық атауы бар, бірақ ол өз қызметін атқарып жатқан жоқ. Өйткені қала мұндай болып тұр. Аспан ашық, жаңбыр ары кетсе 1 сағат жауғанша. Бір аттан өшелеп тұрып, жаңбыр жауғандай кейіпте тұр қала. Дәурен, әпкелерің саған риза, апаларың риза, алғыстарын айтуда деп ойлаймын. Мінекей мына арық тұр. Миллиардтар бюджеттен бөлінді. Бірақ ол өз қызметін атқарып жатқан жоқ. Өте мекен ажы? Такси. Ол құрғақ жерде тұр ғой, биік жерде. Дыбыс кинода кемеде кетіп бара жатады. Сол кездегі дыбыс. Міне аялдама. Яссауи даңғылымен жоғары бағытқа бара жатырмыз. Ат жасадық па? Жасадық. Менен кеткенше, саған жеткенше бас ақша шелініп қойды. Ал сапаға қарайтын біздікілер жоқ. Бұрын Қытайдың тауарын алатын болсақ, немесе қызметін алатын болсақ, Қытайдікі ғой деп, қойш, тасташ соны жетінеді. Қазір қазақтікі ғой десе, шошайтын болдық қой, қазақтар істемесін іштеп. Өкінішті осындай жағдайға жеткізгеніміз өзіміздің қаланы. Абай даңғылы, Абай мұнда. Артымызда әкімдік. Астымызда кіші Венеция. Әкімді білмеймін, айып өтпесін егер қатты айтсам, бірақ анасы кресломен қосып туған ба, жабыспаған қалаға шықпайды мүлдем. Мына ЖКХ бөлімі, Кентау тазалық бөлімдерінің басшылары тірі болсаңдар, түсіңдер төмен қарай. Міне, талдар, жапырақтар, су арнасынан көтеріліп осындай жағдай болып жатыр. Мына өзіміздің алаңымыз, мәдениет орталығы, мәдениет үйі. Абылайға. Құдай сақтай көр, мынандай қызметкерлерден. Мәдениет сарайы. Мынау Бәйтерек көшесі.
Сейдулла Байтерев, композитор. Мына көрініп тұрған болар. Жаңбыр нөсерлеп жауып жатқан жоқ. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, мына дворник деп аталады машинадағы терезе сүрткіш. Белсенді түрде жұмыс атқарып жатқан жоқ, жай ғана тамшылар, майда тамшылар. Осында тоқта, мен көрейін. Мына жерде Нұр Отанның оң жақта Нұр Отан партиясының кеңсесі бар. Қазір оның алдына өтіп кетейік. Міне. Ақырын жүріп келе жатыр, себебі су шашырайтын болса, аккумуляторнама, генераторнама су жиып өшіп қалады. Бізде құтқару бөлімдері жоқ, өздерің көріп тұрғандай. Мінеке. Кентауға кеме керек. Егер Түркістанда Венецияға кіру ақылы болып жатса, Кентауға кез келген күні, жаңбыр жауған күні келіп кетсеңіздер болады. Рахмет. Шөкеев, осындай адамды, осындай қызметкер адамды қаламызға қойғаныңа, өзіңе құсаған, өзіңе тартқан бауырыңды. Ой. Нат қолқындап. Асфальт бар көше. Міне, кәдімгі тротуар, асфальты бар, асфальт. Мұнда Жамбыл көшесі, менің ойымша, мен білуімше. Біз әлде қалалық бассейнге келе жатырмыз қазір, жүзіп. Аспан ашық, нөсерлеп сағат бойы жаңбыр жауып жатыр. Сен жығылғанға жұдырық. Бұлай болмайды ғой, жаңа ғана жауды ғой, дөке болмайды, өйткені көздеріңіз бүкіл түсірілім барысында көріп отырсыздар. Терезені тазалаушы құрылғы қалай жұмыс істеуде, белсенсіз түрде, жай ғана себелеген басқа машиналардан шашылған сулар, тамшылар түсіртуде. Жаңбыр бір себелеп өтті, қаланы қандай екенін көрсетіп өтті. Онда бағдаршам өшіп тұр. Бір үйде жары жоқ, демек қала бір себелеп өткен жаңбырдан тұрғындарды жарықсыз қалдыруда. Көшеде шамдар жанған жоқ әлі. 9-дан асты сағат. Дұрыс қой сағат. Біздің полиция бөлімі. Решеткілер көрінбейтін шығар, бір зомби апокалипсистен өздерін қорғап отқандай, ал мектепке барсаң теуіп тұрып есігін, бір тебесінде кіріп кетесің. Қалада свет жоқ, жарық жоқ. Бір себелеген жаңбырға шыдамайды кентаудық Венециялық тек электр жүйелері. Онда әкімдігіміз өтет. Өкініштен бауырымыз өшіп қалғаны. Су кіреберісіне дейін жетіп тұр. Мінеке. Судың деңгейі қайда. Мына жарық көшенің бойында ғана, ал үйлерде ешбірінде жоқ. Мінеке су. Жанбол Шекербекұлы рахматулла. Кентаулық Венецияны сіздерге тамашалатып көрсеткен қызметкерлерге, халықтық қызметкерлеріміз Балабиев, Мақажанов, сіздерге өте үлкен алғысымызды айтамыз. Қалаға осындай қызмет көрсетіп,
қаланың кез келген жерін Венеция етіп жүргендеріңізге Түркістан сияқты арнайы бір жерге бармаймыз. Қаланың кез келген көшесіне кіретін болсақ, дәл сондай жағдай, кемеге отырып алып кете беруге болады. Кез келген көше